Суына нан батырып тұрып жейтін жаздық салат және де ыстық салаттың бірі баклажан салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей мұқият қарап, парақшаға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазартып аламыз және де үлкен пиязды осылай 4 бұрышты үлкен ірі етіп турап аламыз. Табамызға сұйық май құямыз және де осы пиязды сарғайғанша қуырамыз. Осы уақыт аралығында баклажанымыздың сыртқы қабығын ашып, тазалап жуып, видеодағыдай орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Пияз сарғайғаннан кейін баклажанымызды салып, жақсылап 5-10 минуттай қуырасыздар. Жай отта қуырғандарыңыз дұрыс. Болгар бұрыштарын барлығын 4 бұрышты етіп турап дайындаймыз. Енді табамызға салып, барлығын жақсылап 5 минут тағы да қуырамыз. Қызанағымыздың керек емес бөліктерін алып тастап, оны осылай 4 бұрышты 3 бұрышты етіп ірі көлемде бөліп турап дайындап аламыз. Келесі кезекте жаңағы қызанағымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Осы уақытта 5 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Оттың асты міндетті түрде жай қалыпта тұруы қажет. Өзіңізге ұнаған көк шөп түрін қолдансаңыз болады. Бұл жерде мен кинзаны қолдандым және де чеснокты 5-6 штугын осылай ірі көлемде әртүрлі етіп турап алдым. Барлығын табамызға саламыз. Келесі кезекте барлығын салып араластырамыз және де азғантай су құйып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де парақшаға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.